Балаленд. Айдос деген кішкентай бала болыпты. Ол бірдеңе құрастырғанды өте жақсы көріпті. Бөлмесінде түрлі сымдар, бұрандалар, шамдар, ескі ойыншықтардың бөлшектері көп екен. Айдос кейде машина жасайды, кейде зымыран ойлап табады. Бірақ бір күні оның ерекше арманы пайда болды. Мен өзіме андроид жасаймын, деді ол қуанып. Айдос үстеліне керек заттардың бәрін жинады. Кішкентай қолдар, мықты аяқтар, дөңгелек көздер, жарқырайтын шам, батырмалар мен сымдар. Ол ұзақ отырып бәрін мұқият құрастырды. Ақыры андроид дайын болды. Айдос терең дем алып, соңғы түймені басты. Бір сәт бөлме тып-тыныш болып қалды. Сосын андроидтың көздері жанып, кеудесіндегі шам жарқ етті. «Сәлем», деді андроид. «Мен дайынмын». Айдос қатты қуанды. «Ура, сен енді менің досым боласың», деді ол. Андроид басын изеді. «Дос боламын», деді ол. Алғашында бәрі қызық болды. Айдос оған бөлмесін көрсетті, кітаптарын көрсетті, ойыншықтарын көрсетті. Терезе алдындағы гүлінде таныстырды. Сосын, «Бөлмені жинап берші», деді. Андроид бірден іске кірісті. Ол ойыншықтарды жинады, кітаптарды жинады, қарындаштарды жинады. Бірақ бәрін шатастырып қойды. Аюды кітап сөресіне қойды. Допты жастықтың астына тығып жіберді. «Жоқ, бұлай емес», деді Айдос. Андроид тоқтап қалды. «Бұлай емес, түсіндім», деді ол. Сәлден кейін Айдос: «Гүлге су құйып берші», деді. Андроид суды алды, бірақ гүлге тым көп су құя бастады. «Аздау керек», деді Айдос. «Аздау керек, түсіндім», деді андроид. Тағы біраздан соң Айдос оған сурет салуды тапсырды. Бірақ андроид үйдің суретін салмай, тек дөңгелектерді ғана сала берді. Айдос күрсініп қалды. «Мен сені дұрыс жасай алмадым ау», деді ол. «Сен жақсысың, бірақ бәрін басқаша түсінесің». Андроидтың шамы бәсеңдеп қалды. «Мен дұрыс емеспін бе?» деп сұрады ол жайлап. Айдос үндемей қалды. Сосын ойланып отырды. Бір кезде ол орнынан тұрып кетті. «Жоқ, мәселе сенде емес», деді Айдос. «Мен саған ең маңызды нәрсені қоспаппын». Ол үстел тартпасынан кішкентай жүрек пішінді шам алып шықты. «Бұл мейірім шамы», деді Айдос. «Достық шамы». Айдос оны андроидтың кеудесіне орнатты. Жүрек шамы жайлап жанып, жылы қызыл түске боялды. Андроид Айдосқа қарады. «Мен үйреніп жатырмын», деді ол. «Мен де», деді Айдос. «Біз бірге үйренеміз». Сол кезде терезе алдындағы гүл құмырасы қисайып кетті. Айдос оны байқамай қалды. Ал андроид байқап қойды. Ол ақырын барып, құмыраны тізе ұстап қалды. Гүлге аздап қана су құйды. Сосын оны жарық жерге қойды. Айдос бұрылып қараса, бәрі әдемі болып тұр екен. «Сен мұны өзің істедің бе?» деп сұрады ол. «Иә», деді андроид. «Гүлге көмек керек болды. Дос көмектеседі». Айдос күлімсіреп андроидты құшақтап алды. «Сен енді жай ғана машина емессің», деді ол. «Сен менің нағыз досымсың». Сол күннен бастап Айдос пен андроид бәрін бірге істейтін болды. Бөлмені де бірге жинады, суретті де бірге салды, гүлге де бірге қарады. Өйткені нағыз дос болу үшін темір ғана аздық етеді. Ең бастысы жылы жүрек, мейірім және жақсылық жасау.